Күзде тамақ ауырып, құлағы қабынатын науқастар саны арта түседі. Сонымен қатар мұрын ауруларының ішінде гаймориттің түрлері де асқынады. Гайморитті аязды күндері бас киім кимегеннен басталады дейді. Бұл шындыққа жанасады. Алайда күзі мен қысы суық келетін елдердің өзінде бас киімсіз жүретіндер де бар. Алайда ондағылар бұл аурумен ауыра бермейді екен. Сонымен мұрын ауруларының күзде асқынуына не себеп? Осы және де өзге де сауалдарға жауап іздеп көрсек. Мұрын ауруларының ішінде жиі кездесетін түрі синусит, гайморит деп аталады. Синусит дертінің 4 түрі бар. Ол жоғарғы жақ, маңдай, этмоид және сфеноидты деп бөлінеді. Бірінші аталған жоғары жақ синуситті гайморит дерті деп аталады. Бүгінгі таңда гайморит мазалайтын науқастар саны аз емес. Қарапайым адамдар дерттің белгілерін өзге инфекциялық аурулармен көбірек шатастырады. Себебі алдымен науқастың мұрны бітіп, тыныс алу қиындайды. Мұрын тұсы жағымсыз күйде ауырсынып, оның қуысынан ақшыл түсті іріңді сұйықтықтар бөлінеді. Сырқаттың тамаққа тәбеті болмайды, ұйқысы қашады. Тез шаршап, дене қызуы 38 градусқа дейін көтеріледі. Бұл гайморит дертінің белгілері. Созылмалы гайморитте дене қызуы көтерілмейді, бірақ науқастың көзі жасаурап, иіс сезуі нашарлайды. Қалтырап, тоңып, беті ісінеді. Басы алға қарай еңкейгенде солқылдап ауырып, әлсірейді. Дерт әсіресе таңертең және де кешке болады. Бұл белгілерден кейін оны суықтау, тұмаумен шатастырып, үй жағдайында өз бетінше ем қабылдамау керек. Тез арада дәрігердің көмегіне жүгінген жөн. Ауруға нақты диагноз қойғаннан кейін ғана ем алуға тырысу қажет. Себебі дерттің асқынуы қауіпті ауруларға жол беруі әбден мүмкін. Айталық, гайморитті дер кезінде емдемесе, кеңсірікке түскен ірің миға шабады. Ол ми құртына ұласуы ғажап емес. Дертті асқындырмаудың бірден-бір жолы иммунитетті нығайту. Дерттің пайда болуына инфекция мен бактериялардан бөлек экологиялық жағдайда әсер етеді. Себебі адамның денсаулығы оның қандай ауаны жұтып, қандай азықтармен тамақтанып жатқандығына да байланысты. Соңғы 10 жылда үлкен қалаларда көліктің көбеюінен де науқастар саны артып отыр. Көліктен бөлінетін зиянды заттар аллергияның өршуіне әкеліп, нәтижесінде тұрғындар синуситтен зардап шегеді. Гаймориттің қозуы күз айларына ғана тән емес. Ол жылдың кез келген мезгілінде асқынады. Ал күзде ауа райының өзгерісінен, бактериялар мен инфекциялардан және бұрыннан келе жатқан дертті уақытында емдемегеннен гайморит өрши түседі. Әрі гаймориттің созылмалы түріне ауысады. Сондықтан осы мезгілден бастап жеке бастың тазалығын сақтап, темекі, спирттік ішімдіктерге бой алдырмаған жөн. Қалай пайда болады? Жалпы гайморит инфекцияның салдарынан пайда болады. Бактерия мен инфекциялар мұрынның қосалқы қуысы арқылы еніп, қанға араласады да қабыну процестері басталады. Егер иммунитет әлсіз болса, мұндай вирустармен ағза күресе алмайды. Нәтижесінде дертке жол беріледі. Тұмау, қызамық, қызылша секілді инфекциялық аурулар, онымен қатар тісті емдемегеннің салдары гаймориттің пайда болуына себеп болады. Мәселен, жоғары бөліктегі ауру тістің түбі қабынып, іріңдегенде емдемей жүре берсе гайморит пайда болады. Бұдан бөлек, мұрынның құрылысындағы өзгешеліктер, ринит дерті, аллергиялық аурулардың салдарынан адам гайморитпен ауыруы мүмкін. Жіті респираторлы ауруларды, тұмауды, ринитті өз уақытында емдеп, жазбаса да қауіпті ауру болып табылады. Аурудың алдын алыңыз. Күздің жаңбырлы, ызғарлы, желді, суық күндері басталады. Инфекциялар мен бактериялардың өршитін уақыты осы мезгіл болғандықтан гаймориттен сақтанып жүру артық болмайды. Не болмаса гайморитпен ауыратын науқастар өзіне күтіммен қарауы тиіс. Мамандар денсаулығы жақсы адамдардың өзіне ауыз қуысының тазалығын сақтауға кеңес береді. Тістің түбінің қабынуын байқағанда тез арада стоматологқа көрініп емдемесе, зардабы мұрын мен миға шабатындығын айтады. Сол секілді тұмауға да жеңіл-желпі қарауға болмайды. Сондай-ақ аллергиялық аурулар мазалайтын науқастар міндетті түрде күзде дұрыс тамақтанып, дәрумендер қабылдаса, гайморитпен ауырмайды. Дәрігерлер науқастардың ауруда әбден асқындырып алған соң ғана ауруханаға келетіндігін алаңдатады. Жоғарыда синусит дертінің қаншама түрі бар екендігін атап өттік. Ал олардың емдеу жолдары мен тағайындалатын дәрмектер де түрліше болғандығын ескерсек, гайморитті үй жағдайында емдеу қауіпті. Дерттің пайда болуына әсер ететін жағдайлар түрліше. Ол инфекциядан, бактериялардан, суықтаудан, аллергия және де өзге себептерден туындайды. Сол себепті мамандар емнің өзін әбден тексерістен өткен соң ғана тағайындайды. Ақпарат ұнаса каналға тіркеліп, лайк басып, комментарий жаза кетіңіз.